Сәлем достар, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Күнделікті қызықты видеоларды жібер болмас үшін арнаға тіркеле кетіңіздер. Мақтап жазып жатқан кісілерге айтайыншы, Алла деп жүрген кісі ол орамалдағы, намаздағы кісі деп. Алла деп жүрген нағыз жүрегінде иманы бар кісі кім екенін тек Алла біледі. Оны сіз білмейсіз, оны мен білмеймін. Әр адамның шын ниетін ешкім білмейді. Біз орамал киіп та жүре береміз, орамал шешіп та жүре береміз. Ол ештеңкені өзгертпейді. Мен кешегі Қарекет қорының рилсын, бірақ рилсті мен әшейін жібере салдым сторисқа. Ой, мыналар уже квартира беріп бастапты ғой, молодцы деген секілді. Көрдіңдер ма қанша былық ашылғанын? А мен салмаған рилстарда не болып жатыр? Енді жақсы ақпараттарды күтем. Енді қолдаушыларым деп айтатындай жағдайға да жеттік қой, Аллаға шүкір. Мен енді қолдаушыларым деп айтқан сөзді онша қатты жақтыра бермеймін. Міне менің ақылды оқырмандарым осындай совет беріп жатыр. Сіздер ерінбеңіздер, далада жатқан ақша жоқ, сіздерге білгеніңді істеп ал деп айтып жатыр екен, естіп жатыр оны да. 3000 теңге болса да, 5000 теңге болса да, 60.000 теңге болса да, ол ақша. Жаңағы заттарынды алмасаңдар, алмаңдар, бірдеңке деп оттап жатыр ғой. Кейбіреулер отырып алып беттерін бескектір қылып. Осы Каспиге звондаңдар да, ИП-ның атын айтып, түсін түстеп тұрып, жалбы тастаңдар. Не ақшаны қайтарсын деп, не ақшаны қайтарсын емес, ақшаны қайтарсын деп тұрып жалбы тастаңдар. Товарын не қыласыңдар, болды, керек емес деңдер товарын. Бір жерлеріне тығып қойсын. Одан кейін Каспиге прям айтыңыз, егер меры не будете принимать, сіздердің де сүлеріңізден жалбы тастаймыз деген сияқты. Қорықпай сөйлеп үйреніңдерші, Құдай үшін. Қалайсыздар? Енді емін еркін сөйлесіп отыруға болады. Тымау, сағындырып. Сезіміңіз қалай? Вообще күткен жоқ. Бірақ өлең айтып гүл шыққанда білдіңіз бе өзіңе? Жоқ. Мен ойлағам тек қана ырдайды ғой деп. Потому что жақсы ырдайды, мен дайым айтам, неге эфирдерде байсың деп. Бүгін жөн эле ырдайды ғой деп ойлағам. Қазақша сөйлесеңіз. Кірген кезде сразу мен внимательно қараймын бұл Кен қасында көбінесе сіз жүресіз ғой енді. Мынау айтып жатқан тым артық болған жоқ па? Негізі шынымен солай ойлаймын ма ол? Ақырке, я думаю, что она правильно думает, потому что ел азаматтың жанында біз өзімізді безопасности должны чувствовать. Бірақ Нұржан эфирден соң жұмыс жасамайды. Қыз баласына не керек? Жоқ дегенде көмек берсе, вот в финансовом плане тоже. Жоқ, жарайды. Нұржанға былай не айтып жатыр ғой, бір ренішін, ал оны бұрынғы күйеуімен салыстыру қаншалықты дұрыс? Негізі сіздерге сол әңгімені айтқан бе еді? Ақерке прямо не может сейчас говорить, что ее беспокоит. Ее беспокоит именно финансовые проблемы. Потому что она не чувствует рядом с ним безопасность, именно финансовую. Она хочет, она верит в него, но он не старается. Всем привет, ассаламу алейкум, қалайсыңдар? Қысынай. Один болып тұр. Ең соңында біздің кезегіміз келгенде уже билет жоқ. Тек қана 250 мыңдық билеттерден санаулы ғана тұрды. Енді құрсын 250 мыңға 4 билет, миллионға билет алатындай емес қой енді. Қате 70 мыңдық болса да алатын ем. Енді қарасаңыздар, ортадандай алып сатарлар ғой. Кеше енді сатып жатыр да. Ойын басталуына бірнеше сағат қалған кезде сол 150 мыңдық билеттерді 500 мыңға, 250 мыңдық билеттерді 600 мыңға. Біз қазақ қашан осындайды қояды екенбіз деймін да. Құрбан айт кезінде қой қымбаттайды, мақұл. Еңбегі қой баққан қойшылардың үндемейгі, Бүгінгі матчты біз BFM-ді көріп отырмыз. Жігіттер, қыздар кәдімгідей эмоциональ качеле болып, поддержка беріп отырмыз. Қайрат! Давай, бірдей. Қайрат чемпион!
Құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін настроением күшті болып тұр, сол настроениемен бөліскім келіп отыр, энергиям күшті болып тұр. Барлық менің көрермендеріме желаю плодотворного, хорошего дня. Энергияңыз күшті болсын, настроениеңіз күшті болсын, күндеріңізді қалай бастасаңыздар, солай өтеді. Сондықтан всегда на позитиве жүріңіздер дегім келеді. Ағай, мен алып кетіңізші. Стадионға кешіп бара жатырмын. Самокатпен барайын деп жатырмын. Такси жоқ, такси еще Яндекс андай. Центральный стадион алдына дейін бармайды екен, қызыл зона тұр. Болатын жер. Күтіп тұрмыз енді. Өтірік істеп бар ғой. Бауырым шөлдедің ба дедім. Иә деді, суға кетіп баратырмын. Мен де дегенім ғой. Қараса бірақ су ішіне айтты. Кім қамыла? Рет ішінде шығады ғой. Кім? 2000 теңгені че? Йо, бүкіл Алматы мына жақта жүрмейсің. Мен замка деп тұрмын. Давай, кет. Кет. Қайрат ренжімейтін шығар. Біз мынандай болып көп жүре алмаймыз дейді. Кетіп бараттық, короче. Ырымын жасап келдік енді, Қайрат. Алға. Победа за нами, вот, Қайрат, давайте. Құрметті оқырмандар, біздің жаңа қатысушымыз енді Айдана. Қош келдіңіз. Енді дәл бұндай жағдаймен біртүрлі болып тұрған шығарсыз, иә? Әлі ашуым басылмай тұрғаны. Қатты тұрғаным бар. Негізі сізді дәл бұндай кейде көрмегелі біраз болды. Сіз өзіңіз бүгін көріп, сәл артық айтып қойған сияқтымын дейтін сияқтысыз, иә? Мен негізі өзім ұрысқан кезімді, ашу кезімді көре алмаймын. Бірақ енді солай болып тұр енді ситуация. Нұрдәулет. Ассалаумағалейкум, жақсы шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Нұрдәулет, сізге қатысушылардың ішінде қай қатысушының пікірі ұнамайды? Пікірі ұнамайды? Айжанның. Деді албаттағы, ұрсама береді әйтеуір. Пікір емес ешіне, ұрыс қолыңға. Приколдары ше өте ма? Приколдары өтеді бірақ. Дерзкий приколдары. Ал кімдікі ұнайды? Енді Нұржандікі, Шерхандікі. Болды. Жақсы. Салтанат, сізге қай қатысушының пікірі ұнамайды? Ұнамайды. Ұнамайды, иә. Шерханның. Шерханның? Иә. Неге? Білмеймін енді. Енді сендер түсінбейсіңдер деп айтады. Как будто біз бәріміз түсінбейді. Ал кімдікі ұнайды? Өзімдікі? Өзіңіздікі және? Және Нұрдәулеттікі. Нұрдәулеттікі, иә. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.